Көк шай. Көк шай Қытай, Жапония, Үндістан мен Ява аралында өндіріс қажеттіліктері үшін өсірілетін мәңгі жасыл ағаш бұталарының кептірілген жапырақтары. Ал жас жапырақтар сопақша тәрізді формада болады. Бір қызығы, көк және қара шайды алу үшін бірдей шикізат қолданылады. Бірақ оларды өндіру технологиясында айырмашылық бар. Кептірілген қара жапырақтар жақсы ферменттеуден кейін алынады. Көк шайды өндіру нәзік технологияларды қолданумен ерекшеленеді. Тотығу процестерін тоқтатуға жаңа піскен жапырақтарды 2-3 минутта өңдейтін бу көмектеседі. Содан кейін оның дымқылдығын алып кептіреді, яғни мылжалап түйіршіктерді қабықшаға ширатады. Сосын өнім хош иісін дәмін және пайдалы қасиеттерін тұрақты сақтау үшін оны дайын болғанша кептіреді екен. Құрамы: көк шайды өңдеуде арнайы технологияны пайдалану химиялық құрманың алуан түрлерімен ерекшеленетін сапалы шай өнімін алуға мүмкіндік береді. Бірінші, органикалық қосылыстардың арасында шайдың дәміне әсер ететін иілік заттектер бар. Шайдың хош иісті болу себебі эфир майларымен үйлесуінде. Ол алкалоидтердің, катехинтердің, амин қышқылдарының саусылығына жағымды әсер етеді екен. Екінші, көк шайдың құрамындағы кальций, темір, калий, мырыш, фтор, фосфор, йод және мыс секілді пайдалы микроэлементтер өмірлік процестерге оң әсер етеді. Үшінші, шай жапырақтары зат алмасу процестерін жақсартатын А, С, Е, К дәрумендеріне өте бай. Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады, ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі екен. Көк шайдың пайдасы. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан, бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Ас құрту процесін ынталандырады. Құрамында фтордың болуына байланысты тіс жегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Көк шай емдік дәрі-дәрмектік әсер береді. Оның құрамында танин, катехин және иілік заттектер болғандықтан, ол қатерлі ісік ауруларымен күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Олар шеттегі ақуыздарды, ауыр металдар мен еркін радикалдарды байланыстырады және оларды сау жасушаларға зақым келтірмей ағзадан шығарып тастайды. Оның құрамындағы С витамині мен мырыш қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупін азайтады екен. Құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамындағы П дәрумені мен кальций, фосфор қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін қажет, ал тиін ынталандырушы ретінде қызмет атқарады. Көк шайда адамның жұмысқа қабілеттігін жақсартатын кофеин бар. Кофеин алкалоиді шай танинмен байланыстырылған күйде болатындықтан ағзаға ынталандырушы әсер етеді. Бірақ ол кофеинге қарағанда жұмсақ болады. Құрамында йодтың болуына байланысты қалқанша без ауруларына шалдығу қаупін азайтады. Микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты болады. Көк шайдағы танин жараларды емдеуге көмектеседі, бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады. Несебайдағыш әсер көрсетіп, тіннің исінуін азайтады. Құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Тегіс бұлшықетті қалыпты жағдайда ұстайды. Бұл қасиет оның құрамында мырыштың болуына байланысты болады. Мыстың арқасында қабыну процестерін емдеуді жеңілдетеді. Токсикоз және теңіз ауруы кезінде көмектеседі. Мұндай жағдайларда құрғақ жапырақты шайнауға кеңес беріледі. Асқазанның қышқылдығын көтеріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады екен. Көк шайдың әйелдерге пайдасы. Көк шай ұзақ өмір сүру сусыны деп есептелінеді. Көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріндісі негізінде жасалған маскалар бет терісін жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Зат алмасу процестерін ынталандыру және ағзаны тазарту құралы ретінде ас қорыту жолының қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Сусын әйелдердің климактериялық кезеңде жалпы жағдайын жақсартуға
қабілетті. Оның сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресте профилактикалық құрал ретінде пайдалануға болады. Ал ерлерге пайдасы мынандай. Көк шай ер адамдарға несімен пайдалы? Демек, көк шайдың құрамында жыныс жүйесінің және тірек қимыл аппаратының қалыпты жұмыс істеуіне көмектесетін марганец бар. Оның қатысуымен тестостерон гормоны өндіріледі екен. Шайдың қоюлап ішуі кезінде кофеиннің ынталандырушы әсері ағзаның стресске қарсы жұмыс істеу қабілеттілігі мен төзімділігін арттыруға көмектеседі. Ал құрамындағы антиоксиданттар көк шайда қан қысымын қалыпқа келтіру, простата қатерлі ісігінің алдын алуда бағалы емді құрал жасайды. Көк шайдың бүйрекке пайдасы. Көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Ол токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл оларды ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі. Сусынның тазалағыш қасиеті болғандықтан оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысына пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартуға П және С витаминдері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн. Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардың көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін. Қан тамырларына, яғни сусынды дұрыс пайдаланса, жүрек тамыр жүйесінің жағдайы жақсарады. Көк шайдың осы пайдалы қасиеттері келесі процестер арқылы жүзеге асырылады. С витамині қанды сұйылтып, оның тамырларымен жүруін жеңілдетеді және қысымды төмендетеді. Калий жүрек бұлшықетін қатайтады. П дәрумені қан тамырларының сергектігін көтереді, иілік заттар оларды нығайтады. Антиоксиданттар зат алмасу процестерін ынталандырады және қыл тамырларда зиянды холестериндердің жиналуына қарсы тұрады. Осы процестердің бәрі қан қысымын қалыпқа келтіреді. Сондықтан да бір шынайы көк шай ішу жүрек қан тамыр жүйесі ауруларын алдын алуға көмектеседі екен. Көк шайды қаншалықты жиі ішуге болады? Көк шайдың ағзаға пайдасы мен зияны өнімнің сапасына, қайнату әдісімен қолдану жиілігіне байланысты. Сондықтан сусынды ішкеннен әсер алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет. Жаңа және жоғары сапалы өнім сатып алу, шай жапырақтарын 60-90 градусқа дейін қыздырылған таза сумен дайындау керек. Шайды аш қарынға және кешке ішпеңіз. Көк шайды алкогольмен біріктірмеңіз. Дәріні көк шаймен ішуге болмайды және тым қою немесе ыстық қылып ішуге болмайды. Көк шайдың пайдасымен қатар зияны да бар. Көк шай қалыпты нормада пайдалану кезінде ғана пайдалы болады. Есіңізде болсын, сусынның қоздырушы әсері бар екенін естен шығармаңыз, және ол жүрек қан тамырлары аурулары кезінде зиян болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын жоғарылатып, жүрек ырғағын өлшеп тұру керек. Сондай-ақ көк шайды шамадан тыс ішу сүйек тығыздығының төмендеуіне және сүйектердің тез сынуына әкеп соғады екен. Қарсы көрсеткіштер. Хош иісті сусынды ішуге құмар адамдар қою шайды қолдануда қарсы көрсеткіштер бар екенін білу керек. Тітіркену, ұйқысыздық, тахикардия, созылмалы бүйрек және бауыр аурулары, асқазан аурулары, өткір кезеңдегі ішкі жарасы, артеросклероз, гипертензия жүктілік кезеңде қарсы әсері беруі мүмкін. Сондықтан көк шайды көп пайдаланбағаныңыз абзалырақ. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.